Біздің тақырыбымыз технология және жасанды интеллект болашаққа көзқарас. Бұл жұмысты орындағандар ЗХТ 411 студенттері Мұрат Нұрмұхаммед, Кульбаев Бақытжан, Дәулет Нұрмұхаммед, Мақсұт Нұрдәулет, Дайрабай Нұрдәулет. Технология және жасанды интеллект болашаққа көзқарас. Бұл презентацияда біз технологияның және жасанды интеллекттің қазіргі жағдайын, оның даму тарихын, түрлерін, қолданылуын, сондай-ақ қоғамға тигізетін әсерін қарастыратын боламыз. Жасанды интеллект бұл адамның ақыл-ой қызметін үлгілеуге және қайталауға бағытталған компьютерлік ғылым және технологияның ерекше саласы. Ол машиналарға адамның ойлау қабілетіне тән әрекеттерді орындауға мүмкіндік береді. Мұндай әрекеттерде логикалық ойлау, есте сақтау, үйрену, қорытынды жасау, сөйлесуді үйрену, бейнелерді ажырату, ортаға бейімделу және күрделі мәселелерді шығармашылық тұрғыда шешу білу жатады. Жасанды интеллект жүйелері арнайы алгоритмдер мен математикалық модельдерге сүйене отырып жұмыс істейді. Олар үлкен көлемдегі ақпарат, мәтін, сурет, дыбыс, видео және сандық деректерді өңдеп, олардың арасындағы байланыстар мен заңдылықтарды анықтай алады. Осы заңдылықтардың негізінде жасанды интеллект белгілі бір жағдайларға байланысты шешім қабылдайды, немесе нақты бір әрекеттерді орындайды. Жасанды интеллект тек қана қарапайым программалық кодтармен шектелмейді. Ол машиналық оқыту және нейрондық желілер арқылы өз тәжірибесіне сүйене отырып, үздіксіз дамып, өз жұмыс сапасын жақсартады. Мысалы, жүйе жіберген қателіктерін таңдап, келесіде оны қайталамауға тырысады. Бұл оның адам сияқты үйрену қасиетіне ие екенін көрсетеді. 1956 жылы жасанды интеллектің ресми туылған жылы болып саналады. Дартмут конференциясында Джон Маккари жасанды интеллект терминін енгізді. Сол кезеңнен бастап логика ережелері негізделген алғашқы бағдарламалар пайда болды. Енді 1960-1970 жылдары жасанды интеллекттің алғашқы алтын дәуірі болып бастады. Сол кезеңнен бастап шахмат бағдарламасын жасап, медициналық және әскери салалардың зерттеулері жүргізілді. 1980-1987 жылдары эксперттік жүйелері жасанды интеллекттің қайта жандандырып, нақты салдарын адам маман деңгейіне шейін қабылдауына мүмкіндік берді. Және 1990 жылдары бастап нейрондық желілер қайта өркендей бастады. Одан кейін жаңа бағдарлама енгізіп, жасанды интеллект қатты дамыды. 2020 жылдан бастап үлкен тілдік модельдер және генеративтік жасанды интеллект кезең бастады. ChatGPT, Cloud, Gemini сияқты жүйелер мәтін, сурет, бейне, музыка жасау қабілетіне ие болды. Қазіргі заманда жасанды интеллект адам өмірінің барлық саласына еніп, технология даму негізінің бағыттарын біліне айналды. Жасанды интеллект түрлері әртүрлі сипатқа ие және нақты міндеттерді орындауға бағытталған. Ең кең тараған түрі әлсіз немесе тар жасанды интеллект, narrow AI дейді. Бұл түр белгілі бір нақты тапсырманы шешуге қабілетті. Мысалы, мәтін жазу, бейне, суретті тану, немесе ойынға әсер ету және басқа да функциялар атқарады. Тап AI күнделікті өмірде кеңінен қолданылады. Оның ішінде чат-боттар, дауыстық ассистенттер және қолданушыға бейімделген ұсыныс беру жүйелері, спам тізгілеу және автоматтандырылған аударма қызметтері бар. Қазіргі уақытта жасанды интеллекттің маңызды бағыты генеративті AI. Генеративті модельде мәтін, сурет, музыка немесе видео сияқты контент жасай алады. ChatGPT, Cloud, Gemini сияқты тілдік модельдер мәтіндік контент жасауда, суреттер, бейнелерді генерациялау белсенді қолданылады. Генеративті AI шығармашылық салаларда және мүмкіндіктерді туғызып, дизайнерлерге, суретшілерге, музыканттарға көмекші болып отыр. Сонымен қатар ғылыми зерттеу саласында генеративті модельдер жаңа идеяларды ұсынуға, гипотезаларды тексеруге және деректерді жылдам талдауға мүмкіндік береді. Келесі қозғалатын мәселе жасанды интеллекттің білім беру саласындағы әсері. Қазіргі цифрлық дәуірде жасанды интеллект адам өмірінің барлық саласына дерлік терең енді. Оның ішінде ең үлкен өзгерістердің бірі білім беру жүйесінде байқалады. Жасанды интеллект технологиялары оқу процесін жеделдетіп қана қоймай, білім алушының жеке ерекшеліктеріне бейімделуге мүмкіндік беретін жаңа мүмкіндіктер туғызды. Сондықтан жасанды интеллекттің білімге әсерін тек техникалық жаңашылдықтың ретінде емес, тұтас педагогикалық және әлеуметтік құбылыс ретінде қарастыру қажет. Ең алдымен, жасанды интеллект білім беру сапасын арттыруда шешуші рөл атқарады. Оқу платформаларында қолданылатын адаптивті жүйелер оқушылардың білім беру деңгейін автоматты түрде талдап, оларға қажетті материалдарды жеке ұсынады. Мұндай технологиялар әр студенттің оқу қарқынына қарай міндеттерді күрделендіріп немесе жеңілдетіп, дербес оқытуды жүзеге асырады. Бұрын бұл мұғалім үшін өте қиын әрі көп уақытты алатын процесс болса, қазіргі таңда жасанды интеллект оны автоматты түрде қамтамасыз етіп отыр. Нәтижесінде білім алушылардың үлгерімі артып, оқу процесіне деген қызығушылығы көтеріледі. Келесі қозғалатын мәселе денсаулық сақтау саласындағы жасанды интеллекттің рөлі.
қазіргі заманның ең қарқынды дамып жатқан салаларының бірі жасанды интеллект, және ол әлемдік технологиялық өзгерістер адамның өміріне тікелей әсер етіп, көптеген салалардың бірі денсаулық сақтау саласына да әсерін тигізіп отыр. Жасанды интеллект пациенттерді емдеу процесін оңтайландыруда маңызды рөл атқаруда. Мысалы, смарт құрылғылар адамның жүрек соғысын, қан қысымы мен қан құрамын үздіксіз бақылап, кез келген ауытқуды дәрігерге немесе пациентке дереу хабарлайды. Мұндай технологиялар әсіресе созылмалы ауруға шалдыққан адамдар үшін аса пайдалы. Себебі олар өз денсаулығын нақты, үздіксіз бақылауда ұстай алады. Экономика және бизнес. Жасанды интеллекттің рөлі. Жасанды интеллект бүгінгі заманда бизнес пен экономиканың дамуына үлкен әсер етіп жатыр. Суретте үш негізгі бағыт көрсетілген. Бірінші, өнімділікті арттыру. Жасанды интеллект қайталанатын, ауыр, көп уақыт алатын тапсырмаларды автоматтандырады. Осылайша адамдар маңыздырақ стратегиялық жұмыстарға көңіл бөле алады. Шешімді қабылдауды жақсарту. Жасанды интеллект үлкен көлемдегі деректерді талдап, бизнеске пайдалы болжамдар жасайды. Бұл нарықтарда өзгерістерді түсінуге, клиенттердің мінез-құлқын болжауға көмектеседі. Жаңа бизнес модельдер. Жасанды интеллект жаңа өнімдер мен сервистерді жасауға мүмкіндік береді. Мысалы, бұрын болмаған қызмет түрлері пайда болады. Және келесі тақырып: жасанды интеллекттің этикалық мәселелері және қауіпсіздік. Жасанды интеллектті пайдалану тек пайдасымен қатар бірқатар моральдық және қауіпсіздік мәселелерін тудырады. Этикалық мәселелер: алалаушылық. Жасанды интеллект кейде дұрыс емес, әділетсіз шешім шығару мүмкін. Бұл көбіне оқу деректерінің дұрыс болмауынан шығады. Жұмыс орындарының жоғалуы. Автоматтандыру көбейген сайын кейбір мамандықтарға сұраныс азаяды. Жауапкершілік мәселесі. Егер жасанды интеллект қателік жасаса, кім жауап береді? Жасанды интеллект пе, программист пе, компания ма? Бұл даулы сұрақ. Жеке өмірді қорғау. Жасанды интеллект көп мәлімет жинайды. Фото, дауыс, жеке деректер. Бұл деректердің дұрыс сақталмауы жеке өмірге қауіп. Қауіпсіздік мәселелері. Кибер шабуылдарға осалдық. Жасанды интеллект жүйелерде хакерлердің шабуылына ұшырауы мүмкін. Автономды қару-жарақ, өзін-өзі басқаратын дрондар, смарт қарулар қауіпті сала. Жасанды интеллектті теріс мақсатта пайдалану. Жасанды интеллект фишинг, дипфейк жасау, жалған ақпарат тарату үшін қолданылуы мүмкін. Деректерді қорғау, жеке деректердің қауіпсіздігі. Жасанды интеллект бар жерде бірінші орында. Қорытынды. Суреттегі негізгі жасанды интеллект бизнес пен экономиканың дамуына күшті серпін береді, бірақ сонымен бірге этикалық қауіпсіздік және деректерді қорғау мәселелерін мұқият реттеуді қажет етеді. Қорытындылай келе, жасанды интеллекттің дамуы қоғамның барлық саласына әсер ететін маңызды құбылысқа айналып келеді. Жүйенің мүмкіндіктері кеңейген сайын ол тек техникалық құрал емес, адамдарға нақты көмек көрсететін серіктеске айналады. Болашақта жалпы ақылды жүйенің пайда болуы күрделі тапсырмаларды тез шешуге мүмкіндік береді. Адамның күнделікті өмірін жеңілдетеді. Сонымен қатар жүйенің қауіпсіз әрі жауапкершіліктерді қолдану үшін арнайы заңдар мен ережелерін енгізу оның қоғамға зиян емес, пайда әкелуін қамтамасыз етеді. Адам мен жүйенің тиімді ынтымақтастығы болашақта басты бағыттардың бірі. Бұл ынтымақтастық жұмыстың сапасын арттырып, түрлі салаларда жылдам әрі дәл шешім қабылдауға мүмкіндік береді. Медицина, білім, бизнес, құқық сияқты салаларда жүйе адамның ең сенімді көмекшісіне айналады. Сондай-ақ технологиялар, әсіресе кванттық есептеулер, жүйенің қуатын бірнеше есе арттырып, ғылымда бұрын болмаған жаңалықты ашуға жол ашады.